нормально болады. Алла тағала кешірсін. Мен сен бір апта возможность бердім ғой. Дұрыс па? Альбина, қарашы, жаным ау, сен кішкентай қызсың әлі, көп нәрсені түсінбейтін. Сен просто эфирде кешірім сұрауың керек. Сұраған жоқсың, мен сен бір апта күттім. Дұрыс па? Сен сұраған жоқсың, өзің керексің жүрдің естіп. Қара, өзің елегенде мен саған айтып едім, жылап қаласың. Мен де жыламаймын да, мен еркекпін да просто. Просто осылай айта аламын. Жоқ, сен айтып тұрсың ғой, эфир, мен қара тізімнен шығарым деп. Рас қой енді. Раздевалкада кеп кім айтты? Альбина, бірге кіріңдер, атаулым байқауымыз басталып жатыр. Альбина сал жерде. Кім айтты? Одан да бетер нәрсе айтқан мен саған. Соңында айтса, неге айтпайсың сен? Қандай бетіңіз? Одан да бетер нәрсе айттым ғой. Давай сен есіңе түсір бәрін. Атаулы байқаудан басқа мүлдем вообще ауыр нәрсе айттым мен саған. Не айттым, есіңе түсір сал. Сен неге соны айтпайсың? Мен саған сағат айтқан кезде сен сөйлемеші деп айтқаным ба? Соны неге айтпайсың сен? Неге Арыстан сен маған үйтіп жүрсің деп неге сұрамайсың? Саған не болып қалды? Мен сені ренжітіп қойдым ба? Айтушы енді бүткіл елдің көзінше маған балалар айтады. Бердақтың сен оказывается шестеркасы екенсің ғой. Кім айтты? Альбина айтты. Сен үндемей қалдың. Мен саған үндеген жоқ. Сол жерде мен сені ауыр айтайын деп. Бірақ қыз бала деп тоқтадым. Бір апта күттім мен сені. Кешірім сұрайтын шығар. Эфирда, былайда. Сен сұрамадың, рас қой? Рас. Бір апта өтті. Мен көңіліне жібере салдым. Үндемей жүрдім. Сен өзің бастадың. Көрдің ба? Ең соңында өзің жылап отырсың. Көз жасың, білесің бе? Өзің кінәлісің. Қыз балам үндемей ақ қойсаң, мен Сен қыз бала болып жылап отырсың. Мен еркекпін ғой, жылай алмаймын ғой.